Қараңғы бөлмеде байлаулы әйел айғайлап босанып жатыр. Бірнеше минуттық азаптан кейін түрі бұзылған бала дүниеге келеді. Баланы тексеріп болған соң, жұмбақ ер адам анасын өлтіреді. Бәрі 2 жыл бұрын басталған болатын. Шөл дала арқылы сапар шеккен бір отбасы 16-шы сектор деп аталатын әскери аймаққа кездейсоқ болды. Келесі күні отбасының жартысы өлді. Алдағы апталарда Америка армиясы жоғалған адамдарды іздеуге топ жібереді. Қазіргі кезде әскери басшылар аймаққа электронды бақылау орнатуға бұйрық береді. Бірақ бұл тапсырманың себептері құпия сақталады. Техник хан ескі шахтаға жалған қуыршақтар орнатып, оны жасырын кездесулер үшін тексеру бөлмесі ретінде сынап көреді. Доктор Уилсон бақылау бөлмесінде отырып, жылу сенсорлары арқылы жағдайды қадағалап отырады. Уилсон кейбір байланыстар жұмыс істемей тұрғанын байқап, ханға ескертеді. Бірақ сканерде бір оғаш нәрсені байқап үлгереді. Ол оны талдап үлгермей жатып, экран сөніп қалады. Хан қуат көзін тексеруге барады да сымдардың жанып кеткенін көреді. Ол мұны егеу құйрықтардан көріп, солай деп болжайды. Бұл кезде доктор Фостер төбеде өзінің құрылғыларын орнатып жатады. Ол радиомен Уилсонға хабарласуға тырысады, бірақ жауап жоқ. Сосын ханмен байланысқа шықпақ болады, бірақ хан шахтада өліп жатыр және ішкі мүшелерін ақтарып тастаған. Фостер артына бұрылғанда, бір мутант ер адамның жылан жеп жатқанын көреді. Фостер онымен сөйлесуге тырысады, бірақ мутант оның сөмкесінің сыдырмасына қызығушылық танытады. Кенеттен мутант оғаш дыбыс шығарады. Бірнеше секундтан кейін Фостер оның қаш деп жатқанын түсінеді. Алайда тым кеш болады. Белгісіз біреу оған арт жағынан шабуыл жасап өлтіреді. Полковник Реддинг айғайды естіп, Фостерді іздеп кетеді. Бірақ кенет бір мутант арт жағынан пайда болып, оны темір таяқпен шаншып, жардан лақтырып жібереді. Сол кезде бір топ сарбаз ауыр атыс астында қалады. Спиттер дулығасын жоғалтып алып, оны іздеуге қайтып барады. Достарының ескертуіне қарамастан. Мина жарылып, ол ауаға ұшады. Жаудың бірі олар мен аналарына тіл тигізеді. Сол сәтте Кранк жасырынып жатқан жерінен атып шығып, оны қуады. Команда оны есінен айырылған деп ойласа да, амалсыздан артынан ілеседі. Олар есікке граната лақтырады. Жарылыс бәрін құлатады. Қастарында бір қуыршақ сәби жатады. Бір әйел келіп, баласына жылап тұрады. Наполеон одан кешірім сұрайды. Бірақ әйел үстіндегі киімнің астынан бірнеше граната көрсетіп, бум дейді. Осы жарылыс бұл оқиға тек жаттығу болғанын көрсетеді. Олар шын соғыста емес еді. Одан кейін сержант Джеффри бүкіл топты ақымақтықтары үшін ұрсып, оларды 16-шы секторға, ғалымдарға жүк жеткізу үшін апаратынын хабарлайды. Бұл өте құпия аймақ болғандықтан, олар ешкіммен сөйлеспеуі және өз бетінше жүруге болмайды. Секторға жеткенде, сарбаздар бұл жерде бұрын ядролық қару сыналғанын еске алады және радиациядан қорқады. Бірақ Джеффри олардың басшылары мұның қауіпсіз деп айтқанын жеткізеді. Жолда курсанттар бір-бірін мазақтайды, ақырында жанжалға айналады. Кранк ашуланып, біреуін көліктен лақтырып жібермек болады, қалғандары оны сабырға шақырады. Ғалымдардың лагеріне жеткенде, олар ешкімді таппайды. Радиомен байланысуға тырысқанымен жауап жоқ. Бұлардың ешқайсысы тастардың арасынан біреу қарап тұрғанын байқамайды. Кранк шахтаның есігін ашады. Ішінен жарқанаттар ұшып шығып, ол шошып кетеді. Содан кейін олар бір спутниктік телефон табады, бірақ ол бұзылған. Кенеттен жүк көлігінің радиосы бір ер адамның көмек сұраған даусын алады. Ол төбеде екенін айтады, бірақ егжей-тегжейін айтып үлгермей, байланыс үзіледі. Сол сәтте топ төбедегі айна белгісін көреді. Джеффри оларды құтқару миссиясына жібереді. Наполеон базамен байланыс орнатпай кету дұрыс емес деп санайды. Сондықтан Джеффри оны бір аяғымен дәретхананы күзетуге мәжбүрлейді. Жолға шығар алдында Джеффри Эмбердің флирт жасағанын байқап, оны да қалдырады және радионы тексеруді тапсырады. Эмбер бұйрықты орындайды. Кенет рациядан бір сәлем естиді, бірақ ары қарай ештеңе жоқ. Топ төбеге көтеріліп жатқанда, Микки байқамай бір жасырын шұңқырға түсіп кетеді. Қалғандары оны құтқаруға асығып дер кезінде шығарып алады. Шұңқырға тас лақтырғанда, ол шамамен 100 миль терең немесе 100 жыл бұрын қазылған болуы мүмкін деп тұжырымдайды. Миккидің аяғы жарақаттанады. Сондықтан Джеффри оны лагерге қайтарады. Бұл кезде Наполеон дәретханаға кіріп, зәр шығара бастайды. Кенет бір оғаш дыбыс естіліп, әжетханадан бір қол оның аяғынан тартып алады. Наполеон шошып, айқайлап сыртқа жүгіріп шығады. Эмбер оның сөзіне сенбейді, жақындап қарап көреді. Кенет нәжістен бүтіндей бір қол шығады. Екі курсант айғайлап, есікті жабады. Дәретханадан бір ер адам шығып, көмек сұрайды. Сарбаздар оны шығарып алады, ол Уилсон болып шығады. Денесінде көптеген жарақат бар, өзі қалтырап жатыр. Уилсон олар осында деп сыбырлайды да,
қайтыс болады. Наполеон біреулер оның денесін әдейі инфекциядан өлетіндей жаралағанын түсінеді. Олар жуынғаннан кейін Джеффриге байланыс орнатуға тырысады, бірақ рация жұмыс істемейді. Сол сәтте түтін көріп, біреу олардың жүк көлігін өртеп жібергенін түсінеді. Эмбер винтовкасының жоғалып кеткенін байқап, командасын іздеуге кетеді. Ал Наполеон лагерде қалады. Бірақ бірнеше қадам жасағанда, Эмберге артынан мутант зомби секіріп шабуыл жасайды. Ол өзін қорғауға тырысқанымен, мутант әлдеқайда күшті болып, оны жерге лақтырып жібере. Сол сәтте Эмбер таспен мутантты ұрады, бірақ мутант оған пышақпен шабуыл жасайды. Эмбер соққылардан жалтарып жүргенде, бір оқ мутантқа тиеді. Ол тастардың арасынан жасырынған Миккиден келген. Мутант бір шахта тесігіне секіріп, қашып кетеді. Бірақ басқа бір тесіктен қол созылып, Миккидің аяғынан ұстап құлатады. Эмбер оның қолынан ұстап қалуға тырысады, бірақ жұмбақ қол оны өте қатты тартып жатыр. Эмбер мылтығын ала салатуға тырысады, бірақ Миккидің денесі бүкіл тесікті жауып тұрғандықтан атуға мүмкіндік болмайды. Сол сәтте Наполеон келіп, Миккиді ұстап алуға тырысады, бірақ тым кеш болады. Миккидің аяғы тастармен қысылып, сынып кетіп, денесі тесіктен өтіп, ізім қайым жоғалады. Төбелердің бірінде Делмер жоғары тастың шыңына көтерілуге таңдалады. Ол сырғып кете жаздайды, бірақ аман есен шыңға жетеді. Бұл кезде Мисси топтан бөлініп, ол оның телефоннан келген хабарламасын оқып тұрған. Кенеттен бір дыбыс естіп, иығына тиген қолдан шошып кетеді. Бірақ ол жай ғана әріптес екен. Бәрі қозғалып бара жатқанын айтқан. Олар біраз жүрген соң, бір тастың үстінен аяқ киімді табады. Қоштасу белгісіндей олар Фостердің денесін тауып алады. Әмияны оның басындағы жараға тығылып қалыпты. Жаудың бар екенін сезген Спиттер лагермен байланысуға тырысады, бірақ жауап жоқ. Бірнеше әрекеттен соң Реддингтің дауысы шығады, бірақ ол бір ғана сөйлем айтып, байланыстағы үзіледі. Мисси бұл дауыс бұрынғы қоңыраудағы дауыс емес екенін айтады. Топ алға жылжуын жалғастырып, тастардың арасынан шыққан оғаш дыбыстарды естиді. Кенеттен бір мутант Спиттерге шабуыл жасайды, бірақ тек оның рюкзагына соғады. Спиттер жауап ретінде оқ жаудырады. Мутант төбеге жүгіріп шығып, оған тас лақтырады. Жолда Спиттер абайсызда атысты жалғастырып, мутант емес, Джеффриге бірнеше рет оқ тигізіп қояды. Топ оны құтқаруға тырысқанымен, Джеффри қайтыс болады. Эмбер мен Наполеон келіп, оларға Микки жайлы да айтуға мәжбүр болады. Олар Джеффридің денесін көрпеге орап, алып жүруге дайындалады. Делмер төбенің үстінде біреудің қозғалғанын байқайды, бірақ қиындық тумау үшін мән бермейді. Төмен түсу уақыты келгенде, Спиттер бірінші түсет денені арқалады. Басында бәрі жақсы болғанымен, кенет арқан үзіліп, Спиттер құлап кетіп, мерт болады. Фрэнк бұл үшін Наполеонды жаман түйін жасадың деп айыптайды, бірақ Делмер арқанның қиылғанын байқайды. Олар барлық қосымша арқандардың да жоғалып кеткенін түсінеді. Топ қауіпсіз түсетін жол іздейді, бірақ тек тығырықтарға тап болады. Кенет тағы бір дыбыс естіп, соңынан барады. Олар тірі қалған Реддингті табады. Олар жараларын емдеуге тырысқанымен, Реддинг кенеттен күліп, бұларға ызаланады. Сол сәтте алыстан айғай естіліп, бәрі қаруын дайындайды. Бұрылып қараса, Реддинг мылтық ұстап тұр. Ол шахтада тірі қалған, радиация әсерінен мутантқа айналған адамдар туралы айтып береді. Бұл мутанттар ер адамдарды өлтіріп, әйелдерді көбейту үшін ұстап отырады. Топ бұл жерден қалай шығамыз? Деп сұрағанда, Реддинг өз-өзіне оқ атып, жауап береді. Бірнеше минуттан соң, Мисси Эмбермен отырып, ол оның бейнежазбасын көрсетеді. Сол кезде олардың артынан бір мутант пайда болады, ал Мисси қазір, деп айқайлайды, бұл тұзақ еді. Жігіттер бірден оқ атып, мутантты өлтіреді. Кейін Мисси тас артына дәрет сындыруға кетеді, бірақ артындағы мутантты байқамайды. Оның тас сияқты терісі камуфляжға ұқсайды. Мутант оны артынан ұстап алады, ал Мисси айғайлап, басқаларды көмекке шақырады. Топ оның артынан жүгіріп, мутанттың оны шахтаға сүйреп апара жатқанын көреді. Олар шахтаға кіреді, бірақ Стамп бұл жаман идея деп үңгірден шығып, көмек әкелуге уәде береді. Қалғандары іздеуді жалғастырып, көлеңкеде біреу қарап тұрғанын білмейді. Олар тұйық жерге тап болады, және жерде жатқан Миссидің телефонын табады. Фонариктермен қарағанда, туннелдің темір табақтармен жабылғанын байқайды. Делмер сырғып түсіп, кедергі тастарды тебіп, төменгі деңгейге жетеді. Қауіпсіз екенін көріп, қалғандары да сырғып түседі. Делмердің қолына өрмекші шыққанда ол шошып кетеді, бірақ бәрібір жолды жалғастырады. Сол кезде Стамп төбеден түсіп келе жатып, жақында біреу жүргенін естиді. Тастар құлай бастайды. Қорыққан ол арқансыз түсуді жалғастырады. Төмен түсе отырып, қабырғадан бір туннель табады да, достарын шақырады, бірақ жауап жоқ. Шығуға тырысқанда, туннелде бір мутант пайда болып, оның қолын кесіп, құлатып жібере. Шахтада қалған топ желдің соғуын байқап,
қабырғадағы тесікті табады. Сол жерден өлі достарын көріп, арқанды дәл осы жерде мутант қиғанын түсінеді. Келесі туннель суға толы. Сондықтан жерді анық көре алмайды. Эмбер қалтасына бір оқ салып қояды. Қажет болған жағдайда өзін атып өлтіру үшін. Ол байқамай шұңқырға түсіп кетеді, ал Наполеон оны құтқаруға тырысқанда, өзі де төмен құлап кетеді. Су шұңқыры арқылы ағып кетеді, ал Кранк пен Дельмер төмен қараса, достары тірі екеніне көз жеткізеді. Олар енді екі топ болып жүре беруге мәжбүр. Мутант ұстап алған Мисси де сол жақта, бірақ ол тығылып үлгереді. Эмбер мен Кранк жолдары бөгелген жерге жетеді. Кранк үлкен секіріс жасап, әрең дегенде екінші жағына ілігеді. Сырғып бара жатқанда, Дельмер де секіріп, табысты түсіп, Кранкты көтеріп алады. Бұл жақта олар төмен түсуге арналған арқалық табады. Бір бөлмеде тозаң басқан заттар арасында мутант Миссиді тастап, мама әдемі дейді. Мисси оның бетіне түкіреді. Ашуланған мутант оны балағаттап, төсекке лақтырады. Мисси өзін қорғауға тырысқанымен, ол оны ұрып жібереді. Ол Миссидің қанның дәмін татып, тәтті деп, тілімен сүймекші болады. Мисси оның тілін тістеп жұлып алады да, шаптан теуіп, қашуға әрекет жасайды. Бірақ үлкенірек мутант есік алдында пайда болып, оны ұрып құлатады. Бірінші мутант кешірім сұрап, оны папа деп атайды. Бірақ жаңа мутант оны да соғып жібере. Сол кезде ол қорқып қашып кетеді. Содан кейін үлкен мутант бала керек деп айтып, Миссиді зорлауға тырысады. Оның айқайын естіген Дельмер мен Кранк дұрыс жолды іздеп жүріп, Миссиді шақыра бастайды. Үлкен мутант ақырып, есікті жауып, қайтадан Миссиді азаптауға оралады. Бұл кезде Наполеон мен Эмбер Стамптың бас таңғышын тауып алады. Дәл сол сәтте оның кесілген қолы жерге түсіп кетеді. Мутант жасырын түрде жақындап жүрген, ал Наполеон оқ атып үлгереді, бірақ бірде бір оқ тимейді, әрі оқтары да таусылып қалады. Мутант шабуылдамақ болғанда, Эмбер оның көзін жарып жібере. Мутант оны тұншықтырмақ болады, бірақ Наполеон тасалып, оның басын ұрып, ақыры өлтіреді. Сол сәтте туннелде соқыр мутант пайда болады. Сондықтан екеуі де ақырын шегініп қашуға тырысады. Мутант олардың иісін қуалап келе жатқанда, Эмбер мен Наполеон едендегі люк арқылы құлап кетеді. Бірақ бұл жолы бір дос пейілді мутант люкті жауып, олардың қауіпсіз екенін айтады. Көп ұзамай, Кранк пен Дельмер де сол туннелге жетеді. Бірақ олардың дауысы соқыр мутантты ашуландырып, ол оқ жаудырады. Дельмер жарақат алады. Бірақ Кранк тез әрекет жасап, қарсы оқ атып, мутантты өлтіреді. Енді екеуінің де оқтары таусылған. Наполеон люкті ашып, достарын ішке кіргізеді. Мутант оларға еріп жүруін сұрайды. Жасырын өткел арқылы олар мәйіттер мен құрбандардың заттары жатқан бөлмеге келеді. Дененің бөлшектері үстелдерде, ілгектерде, тоңазытқышта, ет тартқышта тұр. Эмбер Миккидің денесін көріп айғайлайды. Дәл сол кезде Дельмер достарының қолында қайтыс болады. Топ алға жылжуын жалғастырып, Дельмердің денесін сүйрейді. Мутант оларды кіреберіске алып келеді, бірақ өкінішке қарай есік жабылып қалған. Эмбер Миссиді іздеп қайтқысы келеді, ал Кранк оны өлді деп есептейді. Сол кезде ол ағаш есіктің артынан динамитті байқап, тақтайларды жұлып бастайды. Мутант оларға ештеңеге тимеуін ескертіп, өзі қашып кетеді. Эмбер Миссиді іздеуді шешіп, Наполеон онымен бірге кетеді. Кранк басқа бөлмеге кіріп, динамит қорабын алады. Алайда қорапты шығарған кезде, байқаусызда бір сымды тартып, жарылыс іске қосылады. Жарылыс үлкен болып, қайтып келе жатқан Наполеон мен Эмбердің үстіне қирандылар құлайды. Олар досын тек өлі күйде табады. Осы уақытта үлкен мутант Миссиді төсекке байлап қойып, оның айғайы туннел арқылы естіледі. Дыбыстың соңынан Наполеон мен Эмбер жаңа ашылған туннел арқылы өтеді. Бұрынғы әскери мәжіліс бөлмесіне жетеді. Наполеон стелге жақындағанда, манекенге ұқсап тұрған мутант кенеттен шабуылдайды. Бірнеше тепкіден кейін мутант Эмберге секіреді, ал Наполеон оны пышақпен 2 рет жаралайды. Содан кейін Эмбер мылтықтың ұшымен оны бірнеше рет шаншып өлтіреді. Екеуі әрі қарай жүреді де, ағаш тақтайлардың арасынан Миссиді ұстаған үлкен мутантты көреді. Эмбер Миссидің телефонын басқа бөлмеге қойып, бейнеролик қосады. Мутант сол жаққа алаңдап кеткенде, олар жүгіріп кіріп, Миссиді байлаудан босатады. Алайда олар кетпестен бұрын, мутант қабырғаны бұзып, қайта оралады. Ол Наполеонды жерге құлатып, Миссиді ұстап алып, оны жерге қайта ұрып соғады. Эмбер қалтасындағы қосымша оқты еске түсіріп, мутанттың басынан атады. Бірақ тек миының бір бөлігін жаралайды. Мутант Наполеонды қайта лақтырып, Эмберді тұншықтыра бастайды. Наполеон металл таяқпен оны жаралап, ұстап тұрады. Сол сәтте Эмбер саусағымен оның ми жарасына кіріп, басын езгілеп, мутантты құлатады. Бірақ ашулы Мисси оны тебіп жатқанда, мутант қайта тіріліп, оның аяғынан ұстап құлатады. Қолына пышақ алмақ болғанда, Наполеон балта тауып, оны тоқтатып, Эмберге көмектесіп, Миссиді босатады. Мисси балғаны алып, мутанттың шап жағына
бірнеше рет ұрады. Ақырында Наполеон мылтықты оның аузына тығып атып өлтіреді. Енді шеуі де ақыры шахтадан шыға алады. Алайда сарбаздардың жоғалып кеткені туралы олардың отбасыларына ешқашан хабарланбайды. Олар ресми түрде қызметтен өз еркімен кеткендер деп тіркеледі. 16-шы аймақ әлі де құпия сақталады. Біреу оны радар арқылы бақылап отыр. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Егер видео ұнаса, лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздердің жағымды пікірлеріңіз мен үшін үлкен қолдау. Келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар.